Бүгінгі сабақ деген зорға бітті ғой, шаршап кеткенімді қарашма, саған класстастарымның барлықтарын көліктермен алып кетті. Мен болсам үй жаққа болса жаяу қайтамын. Шаршадым бар ғой. Мынау қандай көлік өзі? Бір түрлі көлік сияқты. Басыма бір нәрсе ма, немене пәле? Мынандай көлікті бірінші рет көріп тұрмын, алып кете салайын ба осы көлікті мен қазір? Ей балақай, сен менің көлігімді ала алмайсың. Менің көлігім деген өте сиқырлы көліктердің бірі. Оттаған екенсің, қаяқтың сиқырлы көлігі? Сиқырлы көлік деген ешқашанда болмаған өмірде. Мен сені іздеп жүрген болатынмын. Сенің батяң өткені менің досымды ұрып кетіпті. Ойбай, сенің досың кім еді өзі? Сен ба машинама сөйлеп атқан мына өзі? Тоқта. Ана Момо деген ба, есіме түсті. Момо поезд дей ма,ошым, сол ма сенің досың? Момо поезд менің досым. Өткенде сендер Момо поезді ұрып кеткен екенсіңдер. Сол үшін де мен сендерді іздеп келдім. Менің есімім Хаги-Ваги. Және де мынау менің көлігім. Саған теспей-ақ қояйын осы жолы. Сен барда маған тезірек батяңды шақырып кел. Егер де батяңды барып шақырып келмейтін болсаң, Джониді сені жеп қоятын боламын. Ойбай, түрің деген немене пәле қорқынышты? Момоның досы ма, посы ма, немене? Қазір мен батямын шақырып келетін боламын. Сен осы жерде күте тұр мені. Мен сені бұл жақта күте алмаймын. Өзімнің көлігіммен бірге үй жағымда күтетін боламын мен сені. Анау тұрған көлікті көріп тұрсың ба? Бұл менің сиқырлы көліктерімнің бірі. Сондықтан да мен сені өзімнің үй жағымда күтемін. Ойбай, түрің деген немене пәле қорқынышты? Мынандай нәрсені бірінші рет көріп тұрмын. Хаги-Ваги немене, машинамы немене пәле болып кеткен өзі? Мынандай заттарды бірінші рет көріп тұрмын. Өткенде Момо поезд дей ма, сондайды жолықтырған болатымын. Енді Хаги-Ваги машина. Мәс саған ондай заттарды маған жолықтыра беретін болса, маған өте мықты қиындықтар туы мүмкін. Сондықтан да тезірек Джонни Батяма барып айтып берейін осы жағдайдың бәрін түсіндіріп. Әрең дегенде үй жағыма жеттім ғой. Джонни Батя, ана жақта өткендегі Момо поезд дей ма, соның досы келіп тұр. Мені мектеп жағымна келді да. Егер де сені Батяң мені үй жағыма келмейтін болса, бытыстан шығаратын боламын деп айтты. Ананың түрі деген қорқынышты, денесі деген качок па, бір нәрсе білмеймін әйтеуір. Денесін 10 жыл качет еткен ба, сондай бір нәрсе. Денесі деген кәдімгідей качок. Дәу ғой анау. Денесі качок Хаги-Ваги дей ма? Момоның досы дейді. Ол сені мектеп жағынан не істеп жүр өзі? Тұрмын ғой, ол сені іздеп жүр енді. Білмеймін ғой, мен үй жағыма кел, ана мынау деп айтты. Сен өзі мына жақта не істеп жатырсың өзі? Кеттік сол жаққа тезірек барып қайтайық та ананың сазайын беріп тастайық. Мен мына жақта жаңадан көлік соғып жатырмын. Өте мықты сиқырлы көліктердің бірі болып шығады осы көлік. Мұнандай көлікте ешкім ешқандай жерден көрмеген. Өте мықты көліктердің бірі. Анау төбесіндегі заттарын көріп тұрсың ба? Осы екі заттар Хаги-Вагидің бытшытын шығарып тастайды. Қойш, сонда кәдімгі Хаги-Вагидің бытшытын шығарып тастай ма не? Мынау көлік деген сиқырлы көлік болатын болса, тезірек барайықшы. Шынымен де сиқырлы көліктердің біріне ұқсайды екен. Мен өмірде ешқандай сиқырлы көліктер жоқ шығар деп ойлап жүргенмін ғой. Мынау шынымен де сиқырлы көлік екен. Бірақ та ананың да сиқырлы көлігі бар, айтпақшы. Ал жүр балам, көлікке отыр. Мен сені жаңа Хаги-Вагидің үй жағына ертіп апарайын енді. Ешқандай да қорықпай, смело отыра бер. Мынау көлігің деген мықты жүріп қояды ғой. Көрдің ба, осындай дауыстар шығара алады арасында. Сонда бұл дауыстар нені істеуге көмектеседі? Бұл дауыстар Хаги-Вагидің құлағын жарып жіберіп, оны есінен тандырып тастайды. Солда талдырып тастай ма, тандырып тастай ма? Талдырады ма, тандырады ма, нақтысын білмейінді, барлығында істей алады. Солдан бір сушняк па, бір нәрсе алып алу керек еді негізінде. Сушняк дейсің ба? Тоқта, мына жерде бір магазин ба, бір нәрсе бар еді, енді осы жерге тоқтап, заправкіден енді ана мынау май, газ дегендерді құйып ала салайын. Ал жүр онда көліктен түсіп, жаңағы шоколад па, бір нәрсе алып бере салайын. Шоколад болғанда мен шоколад жегім кеп тұрған жоқ. Кәдімде шөлдеп тұрмын ба, бір нәрсе жаңа саған жүгіріп келем деп тамағым кеуіп кетті ғой. Саған қалай шаршағанымды білмейсің ғой. Анау Хаги-Ваги деген енді көре салысымен зәре құтым қашып, енді саған қарай сразу ана мына жүгіріп келе салдым. Ассалаумағалейкум ағасы, мына жақта маған енді бір-екі заттар беріп жүресіз ба? Өзі тоқта көріп жүрейін енді. Так, метеориту бір нәрсе бар екен. Осыларды алып алсайын. О, жақсы екен осы заттардың барлығы. Бауырым, кеш батқан кезде қайқа бара жатсыңдар өзі? Тезірек үйлерінде отырмайсыңдар ма? Одан қайта шай ішіп, енді мені алып алған заттарыңмен бірге енді жақсылап тұрып. Менің баламы Хаги-Ваги атты машина тесіпті. Соның сазайын беруге бара жатырмын.
Иә, ол маған тиіскен болатын, оңбаған десе. Жолда көрді де денесі качок па бір нәрсе, өзінің денесін андай протеин ба бір нәрсе ішіп алған ғой, денесін сол качать етті дейсің ба, чорт шығар, білмеймін, қорқақ па білмеймін, әйтеуір негізінде. Қазір енді менің балама тиіскен үшін оны сазайын беріп, көлігін жырып жіберетін боламын. Ойбай бауырым, абайла сен. Ол Хаги-Ваги деген машина өте мықты. Оны Момо атты досы да болған болатын, бірақ енді Момо болса кішкене сәл әлсіздеу. Бірақ та жаңа Хаги-Ваги атты машина өте мықты машиналардың бірі. Жаңағының адресі осы жақта ма еді, енді қай жақта екенін білмеймін нақтысы. Тоқта, бір көлікті көріп тұрмын. Бағанағы мен көрген көлікке ұқсайды. Сенің көрген көлігіне ұқсайды ма өзі? Иә, осы көлік қой, міне. Хаги-Ваги деген қайық екен жаңағы. Хаги-Ваги, тезірек шық. Мен сенің үйіңе келіп тұрмын. Сен болсан өзіңнің үйіңе шақырған болатынсың. Тоқта, қазір мынау көлік қандай көлік өзі? Хаги-Вагидің көлігіне ұқсайды. Саған керек болса Хаги-Вагидің какой-то көлігі десе. Саған аямат тепкілеп жарып жібер керек осы көлік оңбаған көлікті десе. Қазір онда күте тұр. Мен тұрайында осы көлікті бірінші жыруға тырысатын болайын. Хаги-Вагидің көлігін. Сен жаңа айтып едің ғой, өзіңнің көлігің сиқырлы бір заттарды істей алады деп. Әрине менің көлігім сиқырлы, қазір саған көрсететін боламын енді қандай сиқырлы заттары бар екенін өзімнің көлігімнің. Сонда кәдімгідей мықты көлік па не? Анау заттары аталады дедің ба, бір нәрсе деп айттың ғой, соны көрсетші маған қалай мықты ататынын. Ал балам, дайынсың ба? Менің көлігім қазір бір кнопканы басатын болса, мына жақтағы заттардың барлығы қирап кететін болады. Шынымен де солай болатын болса, мен саған риза боламын. Ал давайте 3, 2, 1, let's go! Көрдің ба менің қандай заттарымды істей алатынын? Анау дымда қираған жоқ қой, өтірікші неме. Қазір тоқта, тағы да қиратуға тырысатын боламын ол көліктерді. Ал мынаны қара. Осылайынан жарып жіберетін боламыз Хаги-Вагидің көлігін. Көрдің ба, қазір қып-қараға өртеп күйдіріп тастадым Хаги-Вагидің көлігі. Енді вообще жарамсыз болып қалды. Жігіттер, тиіспей-ақ қойыңдар. Мына жерден тезірек кетіп қалыңдар. Жігіттер, тиіспеңдер. Жігіттер, кетіңдер дедім мына жерде мен сендерге. Мұнау біздің қарсыласымыздың көлігі. Сол себепті біз осы көлікті өртеп тастадық. Саған шынымен де сенің көлігің мықты екен. Енді жаңа Хаги-Ваги деген келіп қалмаса болды ғой бізге ең бастысы. Сендер мені келмей қалады деп ойладыңдар ма? Менің көлігімді жарып тастаған үшін сендердің сазияларыңды беретін боламын дәл осы жерде. Саған анау келіп тұр ғой. Джонни өзін жақсылап тұрып сөйлесіп тасташы енді. Қазір тоқта. Хаги-Ваги, қолыңды көтер, оңбаған неме. Менің балама тиіскенің үшін саған керек болса, мен де сені көлігіңмен бірге өртеп тастайын. Сені көлігіңді қалай жарып тастадық, өзіңді де дәл солай өлтіріп тастайтын боламыз. Анау Хаги-Ваги дей ма? Ешқандай да мықты емес қой, бұны да қап-қараға өртеп тастадық. Енді мына жақта бізді ешкім байқамай тұрғанда тезірек көлігімізге мінейік та табанымызды жалтыратайық енді. Джонни, мен саған кәдімгідей ризамын. Сен өзіңнің жасап шығарған көлігің де мықты екен, және де ол көліктердің бәрін мықты жарып тастады, және де сен Хаги-Вагиді ұтып тастадың. Көрдің ғой менің қаншалықты мықты екенімді. Енді мынау ешкім байқамай тұрған кезде кетіп қалайық енді мына жақтан тезірек.